Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге жас болып жүрудің, яғни қартаюдың алдын алу үшін және беттегі әжімдердің пайда болуының алдын алу үшін не істеу керек? Сол туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіз беттегі әжімдерді кетіру үшін қымбат косметика қолдануыңыз мүмкін. Немесе жақсы косметологқа баруыңыз мүмкін. Немесе жақсы витаминдер, баттар қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ жас болып жүрудің негізгі екі жолы бар. Біріншісі ұйқы режимін сақтау керек. Екіншісі рационнан қантты шектеу керек. Түнгі сағат 22:00-ден бастап организмде мелатонин гормоны бөлінеді. Ағза жеткілікті түрде мелатонин гормонын алу керек. Мелатонин гормоны ісікке қарсы, қартаюға қарсы, иммунитеттің жоғарылауына әсер етеді. Сондықтан уақытылы ұйықтауды ұмытпаңыз. Ал екіншісі рационнан қантты шектеу керек. Сіз қантты көп қабылдаған кезде организмде белоктың гликациясы болады. Белоктың гликациясы болғандықтан сәйкесінше коллаген және эластиннің де гликациясы болады. Ал ол организмнің қартаюына алып келеді. Белоктың гликациясы организмнің қартаюына, яғни тек қана әжімдердің пайда болуына ғана емес, яғни атеросклероз, инсульт, инфаркт, қант диабеті, метаболизмдік өзгерістердің пайда болуына себеп болады. 1912 жылы тағамды жоғары температурада өңделген кезде, онда қара түстің пайда болуына байланысты белок гликациясы туралы сол кезде жазылған. Сол уақыттан бері осы белоктың гликациясы организмнің қартаюына алып келетіні бұл бірнеше зерттеулер бойынша дәлелденген. Косметологияда феномен сахарного листа деген бар. Яғни қантты көп қолданылатын адамдардың бетінен көрініп тұрады. Ол кісілерде бетінде іріңді бөртпелер болуы мүмкін, акнеден кейінгі қалған дақтар болуы мүмкін, тері түсінің өзгеруі, бет көлемінің өзгеруі және көз астының ісінуі, маңдайдағы әжімдердің пайда болуы бұл кісілерде байқалады. Коллаген мен эластиннің гликациясын косметологияда емдеу қиындау, оңай болмайды. Сондықтан бірінші қартаюдың алдын алу үшін дұрыс тамақтануға өту керек. Және сұйықтық, яғни суды көбірек қолданыңыз. Себебі су организмдегі токсиндерді организмден шығарады. Егер сіз жеткілікті түрде су ішпесеңіз, токсиндер организмге жиналып, терідегі әртүрлі өзгерістермен байқалады. Сондықтан міндетті түрде суды жеткілікті түрде ішіңіз, қантты рационнан шектеңіз және ұйқы режимін сақтау керек. Және беттегі әжімдердің алдын алу үшін және кетіру үшін комплексті емдеу керек. Сол кезде жақсы эффект болады. Егер видеомыз сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.